жарылыс болған кезде ортада базының алдында прям біздің жаңа деспоты дейді, сол жердің пожарды управлять етіп отқан сол бастығымыз дежурный. Сол бізге команда берді, біздің начкар КамАЗға қарай жүгіріп келді. КамАЗдың есігін ашты. Сол моментте жаңа ортада тұрған бастық, жаңа деспоты. Соған қарап тұрған, сол моментте жарылыс болды. Сонымен КамАЗдың алдыңғы есігі ашық тұрған, артқы есігін бірақ жуып шығарып бәрімізді. Ары қарай от жанып, сонда қараңғы болып кетті. Түркеніп жаттық. Содан кейін екі көзім сразу көрмей қалды. Қолдарым сынып кетті. Соң қасымда жүрген жаңа қаралы бастығы мені айқайлап тауып, сүйреп шықты да цементтің артына тастады. Екінші адамға кетті. Сөйтіп сол моментте тағы бір жарылыс болды. Сөйтіп бәріміз бір жерге жиналып қалдық. Мен бетіме су шашып, соны сұрады, көзім көре ме, көрмей ме деп. Көрмейді дедім көзіміз. Соны мен белдігімнен ұстап, біраз жерге шейін сүйреп апарды. Сол қараңғы түтін. Сен құтқарған адам ба? Иә, сол дем аламадық дұрыстап. Жөтеліп неғып жүріп, сол бір-бірімізден ажырап қалдық. Ары қарай әйтеуір өткен кеткендерге айқайлап әйтеуір үйтпейіп жеттім ғой. Гражданский адамдар ма? Өткен өздері. Пожарник бар, МЧС 051, служба спасения балалары бар. Военныйлар көбісі болған жоқ, военныйлар қашып кетті. Біз су беріп жатқанда военныйлар жиналып колонна болып шығып кетті ғой. Территорияда, біз жүрген территорияда военныйлар жоқ еді. Санаулы адамдар болған шығар, бірақ көбісі жиналып кетіп қалды. Сендерге көмектеспей кетіп қалды ма? Көмектеспей кетіп қалды. Санаулы адамдар қалды, бірақ қатты өршіп жатқан кезде жоқ еді олар. Бізге сұрады біздің үлкен бастықтар. Жарылатын зат бар ма деді. Біз прям есіктің алдында жұмыс істеп жатқанбыз сол кезде. Мен үшінші машина болып бардым. Сол кезде біздің үлкен бастықтар ол жақта жүрген военлардан сұрады, не бар деді. Жарылмайды деп айтты. Одан кейін бір кісілерден естіп қалдым, тротил бар екен деді. Сол жақта бір үлкен полковник, бір военный кісіден сұрады, жарыламау кісіден, жарылмайды ғой, ерунда деді. Өзі бірақ отступать етіп жатқанын көрдім, байқадым. А ол кісі кім? Білмеймін ол кісіні. Сол жақта үлкен бой ұзын полковник. Военный или МЧСник? Военный формада жүрді. Сөйтіп ол кетіп қалды. Бірақ біздің өшіріп жатқан кезде уже басталып жатқан шет-шетке оқтап былай. Біздің қарауыл бастық айтты, жай артқа қарай берейік, что-то не то мынау деді, абалек жігіттер деп бізге сезді қарауыл бастық. Артқа қарай жүріңдер деді кішкене болсын. Уже жай асқына бастады шет-шетке. Біз суға бір цистерна су бөтті, екіншісіне барып келатқан кезде сонда жарылыс болды. Су алып келдік, қарауыл бастығы жаңағы ортадағы деспоты дейтін управляющий соған барып келді, сол моментте жарылыс болды. А сендерге кім айтты ол жаққа барып, мен естіген бойынша сендер бір тушит еткеннен кейін қайтыңдар деді. Сендер қайтып бара жатқан жерден сендерді қайтадан кім жіберді сол жерге? Бізге рациямен команда келді сол жерде. Дежурный управляющий пожары деген сол деспоты деген болды, сол арқылы бізге команда келді. Ол кісіге команданы кім берген білмейміз біз. А ол кісі өзі команда берген кісі тірі ма? Жоқ, ол кісі қайтыс болып кетті. Қасындағы болған кісілер қайтыс болып кетті. Екі кісі. Одан біздің жаңағы қаламыздың ГУ-дың бастығы қатты реанимацияда жатыр бәрі. Ол біздің бастықтарында көбісі білмей қалды дейміз, алданып қалды ма, жарылмайды деп ойлаған шығар. Көбінесе тек қана біздің пожарник балалар бар, военный балалардың ешқайсысы болған жоқ. Ал енді о жерде сендер жарылады ма, жарылмайды ма деп сұраған кезде? Сол кезде жүрді олар. Кім айтты сендерге жарылмайды, барып тушить ете беріңдер деп? Сол жерде дежурный ма, бір санаулы адамдар жүрген. Военный? Военный киініп алған. Біз военчастың ішіне кірген кезде пост деген болады. Бірінші постта 2 адам, екінші постта 2 адам, үшінші постта 2 адам. Сөйтіп тұр екен. Сөйтіп жарылған жаққа барсақ 3-4 адам жүр. Бір танк тұр екен су ататын. Ол танкмен су атып көрді, болмады. Бірақ военныйлардың түрлері паника болып қорқып жүрді. Бір нәрсе скрывать етіп жатқан сияқты. Полковник кісі деп айтты не сен? Ол кейін келді. Біз өшіріп аттық. Мен бір байқағанымда частың арғы шетінен бір колонна болып, көп адамдар қатар-қатар тұрып алып, кетіп батқан, шығып батқан, частқа шығып кетіп батқан бір байқап қалғанымда.
и бір үлкен бастық кісі екені көрініп тұр ғой, сол келіп қасымызда былай жүрді да, сол кісі айтты, біз сұрадық, точно